Әріптестер, қазір сіздерге мен мына Google өнімдерінің ішінде Google формамен қалай жұмыс жасаймыз, сол жайында көрсетемін. Сіздер мына Google аккаунтқа кіресіздер ғой. Осыған тіркелгенде сіздердің 20 почталарыңыз бар. Енді мына оң жаққа қарайтын болсаңыздар, войти ғой. Сол войти-дің жанында мынандай приложение Google деген бар. Соны ашасыздар. Осы жерде мына Google өнімдерінің барлығы осы жерде тұр. YouTube-ды ашасыз, сол Google арқылы ашасыз ғой. Енді осы төмен қарай жүрген кезде Google өнімдерінің ішінде мына форма деген бар. Google форма деп көп аталады. Осы арқылы көп деген жұмыстар жасауға болады. Осы Google форма арқылы мен сауалнама, тест жұмыстарын жүргіземін. Одан кейін сабақ жоспарлары бойынша ретімен осы Google формада да жасауға болады. Бүгін мен сіздерді қысқадан нұсқа қазір сауалнама жасау жолын көрсетемін. Осы Google форма былай ашылады сіздерде. Мынаның барлығы мен өзім жасап жүрген жұмыстарым. Енді қараймыз. Мына жақта пустой файл деген тұр. Соны басасыздар. Сізге жаңа форманың түрін беріп тұр. Мына жерде вопросы деген жерде қазір тұрмыз. Біз осы жерде мына сауалнаманың атын жазамыз, мақсатты болса мақсатын жазамыз, не үшін қажет деген сияқты, одан кейін сұрақтар қоямыз. Ответы деген жерді түсіндіретін боламыз. Сіз жаңағы сілтемені жібересіз ата-аналарға, чатқа, я болмаса оқушыларға деген сияқты әріптестерге жібересіз. Солар сілтеме арқылы өтіп жауап береді ғой. Сол кезде сізге мына қанша адам жауап берді, жаңағы диаграммасы, таблицасын барлығы жерде көрініп тұрады. Настройки деген жерде сіз настройкаға барған кезде бұны сіз мына тест жасайсыз ғой. Ответі дұрыс емес, балдары бересіз. Сол кезде осы настройканы жасайсыз. Баптауларын жасайсыз. Оны тест жасаған кезде көрсететін болам. Мінекей мына жерде новая форма деген жерде өзгертуімізге болады. Бұл жерге мысалға мен кеше сіздерге арнау сауалнама жасаған болатынмын. Сауалнама жазасыздар осылай. Бұл жерде жирный қойға болады, мынаны белгілеп сауалнама дегенді курсив қып, оны өздеріңіз де жасай бересіздер. Мақсатын жазасыздар. Мына жерге кеше мен базалық где-то толтыру дей салайыншы енді. Сөз келмейді ойыма. Осылай жазасыздар. Сосын мына жерде безендіруге болады. Мына жоғары жаққа қараңыздар. Міне настройка темы деп тұр. Осыны бассаңыздар, бұл жерде мінекей стиль тексттің жаңа стильдерін өзгертуге болады, шрифттарын өзгертуге болады. Одан кейін бұл жерде не бар еді ғой? Мінекей мынаны өзгертуге болады. Мына қызыл таңдады ма, мына жақ жолақтың барлығы өзгеріп жатыр. Сосын изображение дегенді қараңыздар. Суреті өзгертуге болады жоғары жақтағы. Мысалға, қазір мен мына бір кітаптың суретін алайын. Ставканы басам. Қазір бізде мынандай сауалнама жоғары жағында мынандай болып шығып тұр. Осындай қылып безендірулеріңізге болады. Бұны осы жердегі мына настрой темуден басып көрсеңіздер танысуға болады. Өте оңай, қызық. Енді мына вопросы деп тұр ғой, без заголовка деп. Осы жерде звездочка тұр, звездочка тұрған жердің барлығы міндетті түрде жауап беріледі. Обязательно вопрос болса қосып қоясыздар, сол жерде қызыл жанып тұрады. Егерде ананы алып тастайтын болсаңыздар, сіздің сауалнамаңызға адамдар толық дұрыс жауап бермейді. Біреуі жауап береді, екінші жауап бермейді. Сіз толық анкета ала алмай қаласыз осы соңында. Сол үшін обязательно вопрос басып қою керек. Енді мына жерге бірінші сұрақ біз жаңағы үнемі аты жөніңізді жазыңыз деп жазамыз ғой. Сосын бұл жерге мынандай нұсқалары бар. Мысалға, адамдар енді өзі жазу керек ат жөндерін. Сол үшін біз текст строка деген басып қоямыз. Мына жерге адамдар өздері сауалнама қатысушы өз ат жөнін жазады. Мінекей бірінші сауалнама неміз дайын тұр сұрағымыз. Екіншісі керек болса, мен добавить вопрос басам. Бұл жерге екінші сұрақ. Сіздің сыныбыңыз. Осылай сұрақтарды қоя бересіз. Енді бұл жерде мынандай нұсқа беруге болады. Мысалға, жаңа один из списка емес, бұл жерде бірнешені қоюға болады. Один из списка. Мысалы, мына жерге қоясыз ғой. Сол үшін бір-ақ сыныптығына таңдайды. Мысалы, бірінші А,
бірінші Б, бірінші В. Яғни бұл бірінші сыныптың мұғалімдерінен алатын болса, мына осындай өз сұрақтары түрлендіресіз ғой. Әр сынып жетекші өзінің сыныбын белгілейді. Сонда сіз көресіз, кім қандай сұраққа жауап беріп жатқан барлығын. Одан кейін үшінші сұрақ керек па? Мына осылай толтыра бересіз барлығын. Енді үшінші сұрақты бір қоя салайын, тағы бір көрсетейін. Мына үшінші сұрақ. Сіздің мамандығыңыз. Сіз алтын ала барлығын бұны дайындап аласыз. Сосын копировать ставить деп қоя берсеңіз де болады. Сіздің мамандығыңыз деп бұл жерге де текст әркім өз жазатындар дайындауға болады. Сосын несколько из списка деген қоюға болады. Мысалға, мінекей мен текст строка деген тастап кетемін, әркім өзінше жазады. Енді осылай сауалнаманы аяқтайтын болсаңыз, 3 сұрақпенен. Енді сіз осы жұмысты аяқтау үшін жоғарыға барасыз. Көрдіңіз, обязательно вопрос дегенде басылып тұру керек, міне. Енді жоғары жаққа барайық. Отправить деген тұр. Көрдіңіз, көкпенен. Осыны басамыз. Енді қараңыз. Мынау почта арқылы жібересіз. Мысалға, кімге жіберейін деп жатсыз, соның электронды почтаның адресін жазасыз. Соны почтасына барады мынау сауалнама. Біз көбінесе бізге тиімсі мынау сілтеме арқылы мынаны басамыз ортасында. Сосын мына жерден мынаны ссылканың үстіне бір рет басып қалып, сосын копировать дейміз. Болды, қазір біздің сауалнамамыз дайын тұр. Мен қазір новый вкладка ашып көрейін, қалай болатынын. Адамдарға жібергенде осылай ашылады. Сосын адамдар ат жөнін жазады мына жерге. Мысалға, Мадинасы Турқасова, бірінші сыныптығы, одан кейін мамандығы бастауыш сынып деп жазасың. Бастауыш сынып мұғалімі жібердік. Отправить деп басады ең соңында жауап беруші. Ең соңында жауап бергенде ответ записан деп шықса, онда дұрыс сауалнама толық аяқталды деген сөз. Енді формаға кіреміз. Мінекей ответ келіп тұр қазір. Қараймыз. Сіз енді сауалнаманы бірнеше адамнан аласыз ғой, сол өзі көрінеді мына жерде. Қазір көк жанып тұр, значит, бірінші А сыныбынікі толтырылған сынып жетекшінің көпіні. Аты жөні бәрі көрініп тұрады осылай. Диаграммасы шығып тұрады. Сосын бұның барлығын, барлық адамдар жауап берсе, сіз бұны таблицаға көшіріп аласыз Excel'ге. Excel'ге басып көшіресіз. Содан Excel'ден сіздің компьютеріңізге түседі. Жеңіл осындай түрлері бар. Бұл сауалнамаға қатысты қазір жіберіп отқан біздерге.